Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Ұлытау облыстық әмбебап кітапханасы 6 шілде Астана күніне орай Астана алтын ғұмыр атты көрме ұйымдастырды. Көрмедегі кітаптарға шолу жасап. Жазушы Алдан Смайылдың Астана ғасырлары атты еңбегінде ежелгі Ақмола Қараөткел тарихын зерттеу нәтижесінде жазылған туынды. Астана кітабы ақын композиторлар шығармашылығынан жинақталған елордамыз Астананың мерейлі мерекесіне тарту етілген өлеңдер мен әндер жинағынан топтастырылған. Шүкір Шақайдың «Жан жүрегім Астана» кітап фотоальбомында Астананың өркендеуін, елорданың маңыздылығын, алатын орнын айқындай түседі. Бұл фотоальбом көпшілік оқырмандарға арналған. Кітапханаға келіп, кітап көрмесін тамашалаңыздар.